Жаңа технологияларды жаратканда албетте экологиялык таза һәм атрап аймакка пайдасы тие турган болса, максатка муафык. Демек солай экен, технологиялар әлеминдеги эң соңгу жаңалыклар менен таанышып барууда давам этебиз. Үй хайванларын багуучулар үчүн ажайып жаңалык. Енді үйдегі хайванларга кароого арнаулуу робот жардамдешет. Әсіресе үй хайванларын асырайтын адамдар алыс сапарға кетсе, үйдегі ит яки пышык караусыз калуу мүмкүн. Сондықтан мындай машкаланы шешүү үчүн үй хайванларын багуучу робот жаратылды. Бул робот үйдегі ит менен пышыкты яки башка да хайванларды өзү овкатландырады. Хатта ойнатып багып жүрөдү. Үй ичинде эркин жүрө алады. Бул болсо убакыты аз, жумушу көп адамдар үчүн жуда колайлуу. Тат басқан металлды дәслепке халына келтіру үшін көп энергия һәм вақыт сарпанады. Коррозиядан тазалау процесси көп минут һәм машақатты талап етеді. Бұнда көплеген химиялық процесслер әмелге асырылады. Бұл болса көплеген шығын һәм экологияның татаслануына алып келеді дейді алымдар. Зерттеушілер ендігіден бұлай экологиялық таза өнімді пайдаланудың уақыты келгенін айтпақта. Европаның алымлары бұл бойынша тәжірибе жұмысларын алып бармақта. Бұлар бақал металлардан саатына 20-40 литр таяр кислота таярлайтын құрылма істеп шықты. Кислота да тазалайтын құрылма істеп шықты. Құрылма әзірше сынақтан өткерілмекте. Алдағы уақытта бұл жаңалықты өндірісте қолданылса, ұнамды нәтижеге ерсіледі. Және бір экологиялық таза технология түріменен танысың. Дүнияда бірінші рет кофе қалдықларынан таярланған көз әйнек жаратылды. Украиналы компаниялардың бірі көркем һәм экологиялық таза көз әйнек істеп шығаруды қолға алды. Ойлап табушы Максим дәслебінде көз әйнекті түрлі шөплерден істеп көрген, бірақ ақырғы шешім кофе болды. Солай етіп кофе қалдықларынан таярланған дүниядағы бірінші көз әйнек жаратылды. Көз әйнек істеу өндірісінде 15 жылдан астам тәжірибеге ие Жойбар авторының айтуынша, біріншіден құяш нұрынан қорғайтын көз әйнектің реңі кофенің реңіменен бірдей. Яғни кофе қалдықлары дүния жүзі бойынша миллионлаған тонна. Сондықтан бұл көз әйнектерді істеп шығару атрап төгерек һәм адамзат үшін зиянсыз. Бұл көз әйнекті шығынды ретінде тасланса, 10 жылдың ішінде тез шіріп минералға айланады. Бұл Жойбарға қазіргі уақытта Америка Құрама Штаты, Батыс Европа, Япония һәм Австралия елдері қызығушылық білдірмекте. Қызықлы жаңалық. Россияда хәвескерлер тарапынан қызықлы қолдан істелген ұшушы құрылмалар жәрдемінде суға секіру бойынша жарыс өлкемдестірілді. 38 адам қатынасқан жарыстағы техник құрылмалардың ұзындығы 10 метр. Қызықлы һәм күлкілі жарыстың шартына муафық қатынасушылар 6 метр биіктіктен құрылма жәрдемінде суға секірді. Eslatib өтеміз, қатынасушылар жарысқа алдын ала таярланған болып, соң қатынасқан. Осындай қызықлы һәм күлкілі жарыста істеп кіріп, 1991 жылы Австралияда көркемдестірілген. Технологиялар рауажланған сайын ізденулерде артады. Бұл болса, жаңа технологиялардың жаратылуына түрткі болады. Бүгінгі жаңалықларымыз осылар. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықлар жүз береді? Әлбетте бұны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтің.